Қайым Мұхамедханов. Бақыт дегеніміз ол еркіндік, адал сөйлеу және ештеңеден қорықпай өмір сүру деген. Бұл сөздің жаны бар. Қайымның шын аты Ғабдул Қаюм, Алланың құлы деген мағынада. Халық еркелетіп Қайым деп атап кеткен. Әкесі Мұхамедхан иман діндар, өз заманының білгір қуатты адамы болған. Алихан Бөкейханов пен Алаш зиялылары жиі келіп тұрған. Қайым солардың тізесінде отырып талай әңгімені естіген. 1937 жылы әке шешесін НКВД алып кетіп атып тастаған. Қайымды қудалап оқудан шығарады. Күн көру үшін ауыр жұмыс жасайды. Жастайынан поэзияны сүйетін Қайым 20-ға жуық өлеңдер мен 2 поэма жазатта елге танымал болады. Мұхтар Әуезов оны жазушылар одағына кіргізіп көтермелейді. 27 жасында Қайым Мұхамедханов біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған гимнін жазып, халық тани бастайды. Мұхтар ағамыздың тапсырмасымен Семейде Абай музейін құрды. Ауылды аралап 500-ге жуық жәдігерлермен мұражайды толықтырған. 1951 жылдан бастап очистить музейі атқылама миссиясы басталды. Ондағысы Құнанбайдың суреті неге тұр деген жала жабады. Сонда Қайым: разве в музеях Пушкина, Лермонтова, Толстого не стоят ли портреты их родителей деген кезде Мәскеуден есть школы Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и еще не хватало школы Абая деп қудалау басталды. Сол жылы 5 адам 25 жылға сотталды. Бекмаханов, Исмайылов, Сүлейменов, Жұмалиев және Мұхамедханов еді. Тергеушілер мені камераға келтте сыртымнан жауып кетті. Ішінде турник қаны тұр. Бір кезде едені ысып аяғымды күйдіре бастады. Турникке барып тартылдым. Қол аяғым қарысып қалыпты, тозақтың отына жанғандай болдым. Әлім құрып талып қалдым. Таң ата тергеуші: мына қағазға қол қойсаң боссың деді. Қағазда Абайдан бас тарту және Әуезовтің үстіне жала жабу жазылған. Қағазды сырып тастап, өзекті жанға бір өлім, өлсем Алаш азаматтарынан артық емеспін дедім. Сол кезде 2 солдат кіріп, қолымды байлап, тырнақ арасына ине тығып қинады. Есімнен талдым. Көзімді ашсам, 2 тісім сақылдап, тонып жатырмын. Сөйтсем мұздатқыш камераға қамапты. Өлмеу үшін орнымнан тұрып жүгірдім, тоқтамадым. 2 күннен кейін қағазға қол қой деді. Оқысам, мені Мұхтар Әуезов үйретті, соның тапсырмасы деген жала қағаз екен. Мен бас тарттым. Басқа камераға апарып қолымнан асып қойып, ұрып соққаннан кейін басыма суық су тамшылатып қойды. Уақыт өткен сайын су тамшысы төбемді темір балғамен ұрып жатқандай сезілді. Қанша қинаса да менің сағымды сындыра алмады. Тек бірақ қорғаным ол дұға оқып, Аллаға құлшылығым көмектесті. Осылай 7 ай ішінде 7 тергеушіні ауыстырды. Олар камераға кіргізіп, қол қой, одан соң боссың, жанұяңа барасың, әйелің балаң күтіп отыр дегенде жоқ дедім. Басыма резеңге дорба кигізіп, тұншық тұрып дубинкамен сабады. Тағы есімнен тандым. 3 күннен кейін 25 жылға соттап Карлаг лагеріне жіберді дейді өз естеліктерінде Қайымаға. Сатқындық, пәле жабу ең үлкен күнә екенін әкем үйрететін. Тозақтың тауқыметін көрсем де, Абайды да, Мұқаңды да сатпадым. Қайым Мұхамедханов 1956 жылы ақталып шығады. Қалған өмірінің бәрін Абайтануға арнап, еңбектерін жазған ағамыз 88 жасында дүние салды. Ер елесінде, ешқашан тірі пендені сатпаған, тек ақиқат жолын қуып, намазын қаза қылмай, Аллаға жанын беріп, құлшылық қылған атамыз өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі болады деп ойлаймын. Жинақтаған Бауыржан Ешмағамбетов, оқыған Қуат Ахметжанов.